Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осылай өте тез әрі оңай дайындалатын ерекше кешкі аспен бөліспекпін. Менімен соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен керекті көкөністеріміздің сыртын ашып, жуып, оларды әдемілеп тұрып тураймыз. Мен көріп тұрғандарыңызда осындай ерек кескішпен тураймын. Осымен өте әдемі болып шығады. Ең алдымен картоплымызды жуып тазалап, осылай турап аламыз. Және де келесі бізде сәбізді де осы ерек кескіштің көмегімен турап аламыз. Және де осы көкөністердің үстінен сәл сұйық майын құямыз, және де дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Менде бұл жерде тұз, және де басқа да дәмдеуіштер. Осыларды қосып болған соң, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Ал енді пісіретін духовканың табасын алдын ала майлап аламыз. Егер де майлағыларыңыз келмесе, пергамент қағазын пайдалансаңыздар болады. Осылай майлап алып, үстіне көкөністерімізді саламыз. Қасықтың көмегімен біркелкі етіп алсаңыздар болады. Және де мен бұл жерде алдын ала мұздатылған болгар бұрышы, брокколи және де цветная капуста дейді, соларды қостым. Егер бұлар болмаса, қоспасаңыздар да болады. Егер сіздерде мұздатылмаған болса, жаңағы картоп пен морков сәбіздікке қосып, бірге араластырып жіберсеңіздер де болады. Мен осылай қосуды шештім. Осылай әр жерге әдемілеп тұрып қоямыз. Жалпы бұл тағамға кез келген өздеріңіз ұнататын көкөністерді қоссаңыздар болады. Және де әдемі дәмді болып шығады. Енді осы көкөністерімізді тағы да бір рет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді біз етімізді дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде менде тауық еті, яғни окорочка 2 данасын алдым. Енді осыны жақсылап тұрып маринадтаймыз. Бізде сәл еріп тұрғаны дұрыс. Егер де сізде мұздатқышта болса, сәл алдын ала ертіп алыңыздар. Оған тұз, керегінше приправалар. Бұл жерде мен арнайы тауыққа арналған приправа. Және де өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және де маринадтау үшін мен майонез қостым. Осы майонезді қосып, осылай қолдарыңызға перчатки киіп алыңыздар, сосын осылай жағып шықсаңыздар болады. Осылай дәмді болып шығады. Осылай 5-10 минуттай маринадтап қойсаңыздар тіпті жақсы. Ал енді табамызға дайындап қойған көкөністерімізді аламыз, және де үстіне алдын ала маринадталған тауықтарымызды саламыз. Осылай әдемілеп
тұрып салып қойсаңыздар болады. Енді қызып тұрған пеште 180-200 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Өз духовкаларыңызға қарай көріңіздер. Егерде тауық еттеріңіздің бет жағы сәл күйіңкіреп жатса және де картоптарыңыз піспесе, үстін фольгамен жауып қоюға болады. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу өте оңай, бәрін турап саласыздар. Және де тауық еті өте дәмді, орысша айтқанда сочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осылай жасалу оңай болады. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларды кездескенше менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға көп-көп рахмет.